y тең 3x квадрат минус 2 функциясының графигінің координаттары 2, 4 болатын ем нүктесінен өтетін x-тен f алғашқы функциясын табыңыз дейді. Бұл есепті шығару үшін алдымен берілген функцияның алғашқы функциясының жалпы түрін жазамыз. Сонда x-тен f тең 3 көбейту x-тің квадратының алғашқы функциясы балалар x-тің 3 дәрежесі бөлу 3 болады. Минус 2x, 2-ның алғашқы функциясы 2x қосусы болады. Бұл берілген функцияның алғашқы функциясының жалпы түрі болады. Енді берілген нүктенің координаттарын ескеріп, сының мәндерін есептейміз. Мұндағы 2-ні x-тің орнына қоямыз, 4-ті x-тен f-тің орнына қоямыз. Сонда біздің есебіміз мынандай түрге енеді. 4 тең x-тің 3 дәрежесі минус 2x қосусы. 4 тең x-тің орнына 2-ні қоямыз. Мұнда көрсетіп қойдым. X-тің орнына 2-ні қоямыз. 2-ның 3 дәрежесі минус 2 көбейту 2 қосусы. 4 тең 8 минус 4 қосусы. С тең 0 болады. 8-ден 4 алсақ 4 болады. 4-ке 0-ді қоссақ 4 болады. Олай болса с тең 0-ге. Сонда есептің жауабы x тең f тең x-тің 3 дәрежесі минус 2x қосу 0, 0-ді жазбаймыз. x-тің 3 дәрежесі минус 2x болады. Бірде 10-шы есептің біріншісі. Бұл есепте 1 қосылған 2-ден 1 x ем және ем нүктесінің координаттары 1 мен 2 тура алғашқы есеп сияқты. Бұл есепте де бірінші берілген функцияның алғашқы функциясының жалпы түрін жазып аламыз. Жалпы түрін жазу деген қосусы деп жазамыз, олар. Енді 1-дің алғашқы функциясы x болады, білеміз. 2-ден 1 көбейту x-тің алғашқы функциясы x-тің n дәрежесі бөлу x-тің 2 дәрежесі бөлу 2 ғой балалар. Қосу с болады. Енді x-тің орнына 1-ді қоямыз. Мінекей бір тұр. X-тен f-тің орнына 3-ті қоямыз. 3 тең 1 қосу 4 тең 1 қосу с. 1-дің квадраты 1 болғандықтан мұнда 4 тең 1 тап жаздық. Сонда 3 тең 1,125 балалар. 4 тең 1 дегеніміз 0,125 қой. 0,125-ті бірге қоссақ 1,125 қосу с болады. Енді с-ны табу үшін біз 1,125-ке 1,175-ті қоссақ 3 болады ғой. Ал есепте с тең 3 минус 1,125 деп аламыз. Сонда с тең 1,175-ке тең болды. Сонда x тең x-тен f тең x қосу 4-тен 1 x квадрат. Мынау алғашқы функциямыз. Қосу 1,4-тен 3 деп отырғанымыз. Бұл сының мәні. Мұнда 1,175 еді ғой. Мен оны бөлшек түрінде 1,4-тен 3 деп жаздым. Есептің жауабы x қосу 4-тен 1 x квадрат қосу 1,4-тен 3 болады. Бірде 10-шы есептің үшіншісі. X-тен f-тен косинус x минус пи бөлінген 3. Пи бөлінген 2 және 1 нүктелері арқылы өтетін ем нүктесінің координаттары пи бөлінген 2 және 1 болатын ем нүктесі арқылы өтетін функцияның алғашқы функциясын жазып табыңыздар деп тұр ғой есептің шарты. Ал балалар косинустың алғашқы функциясы синус x екенін білеміз. Алғашқы функциясын тауып алдық. Қосу с болады. Жалпы түрі бұл алғашқы функцияның. Енді орындарына қою ғана қалды. X-тің орнына пи бөлінген 2-ні қойыңыздар дейді. X-тен f-тің орнына 1-ді қойыңыздар деп тұр. Ал орындайық. 1 тең синус пи бөлу 2. Мына x-тің орнына пи бөлу 2-ні қойдық. Минус пи бөлінген 3 қосу с болды. 1 тең синус 2 менен 3-тің ортақ бөлімі 6 болады балалар. 6-ны 2-ке бөлсек 3. Мына 3 толықтауыш көбейіп көрсетіліп тұр. 6-ны 3-ке бөлсек 2 болады. Екінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 3пиден 2пиді алсақ пи қалады. Есептің шартында қатесін табыңыздар деп тұр. Ал қатесін табайық енді. Сонда мына жерде 2 менен 6-ны қысқартып жіберген ғой. Қысқартып жібергенбіз ғой балалар. 2-ні 2-ке бөлсек 1 болады. 6-ны 2-ке бөлсек 3 болады. Пи бөлу 3 қосу с. Енді бұл жерде қателік не болып тұр балалар? 2 пи бөлу 3, пи бөлу 3. 2-ден 1 болмайды ғой. Синус 60 градуста, синус 30 градуста 2-ден 1, мына жерге тең деп жазып қойыпты. Жауаптарын жазып кетейік. Мына жерге синус 30 градуста 2-ден 1 болады. Синус 60 градуста 2-ден түбір асты 3. Мына жерде есептің қатесін табыңдар деп тұр. Так,
синус 30 градуста 2-ден 1, оны сіздер 8-ші класстан бастап білесіздер. Қатесін табыңыздар деген осы мінекей. Бөлінген осы. Олай болса, мына жерде 2-ден 1 ары қарай толықтыруымыз керек. Пи бөлінген 3. Мына қатарда қате жоқ. Мына жерде 2-ден 1 асты 3 деп жазуымыз керек. Қателік осы жерде болып тұр.